Сәлеметсіңдер ме балалар, сауат ашу пәні Н дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта Н дыбысымен танысасыңдар. Н дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасауды үйренесіңдер. Әріпті жазба түрін жазуды үйренесіңдер. Бүгінгі сабағымыз ертегі сабақ болғандықтан Алдар Көсен тапсырмасына кезек берейік. Балалар, ненің суретін көріп отырсыңдар? Нан, нар, айна, банан. Бұл сөздерде нан қандай дыбыстан басталып тұр? Әрине, Н дыбысы. Н дауыссыз дыбыс, ол тіл мен тіс арасынан кедергіге ұшырап шығып тұр. Сол сияқты айна сөзінде екінші буында, банан сөзінің ортасында, соңында Н дыбысы келіп тұр. Н дыбысы дауыссыз дыбыс, сөз соңында, ортасында, басында келе береді екен. Ертегі сабағымызды жалғастырамыз. Алдар Көсетегі бай атаның тапсырмасына қарайық. Дауысты дыбысты қызыл үйге, дауыссыз дыбысты көк үйшікке апарайық. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы жақсы орындадыңдар. Келесі Алдар Көсет тапсырмасына кезек берейік. Жеке тапсырма: берілген сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Отан, нан, тон. Бұл сөздерде дауысты дыбысты қызыл карандашпен, дауыссыз дыбысты көк карандашпен белгілейміз. Жарайсыңдар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Ауада жазып, қолымызды жаттықтырып, екі жолға баспа түрін толтырып жазамыз. Келесі балалар, нанға қатысты нақыл сөздерді бірге қайталайық. Нан бар жерде ән бар. Нан дастарханға сән. Тамаша, жарайсыңдар. Енді сабақты қорытындылайық. Н дауыссыз дыбыс. Н сөздің басында, ортасында, аяғында келеді. Көк түспен беріледі. Осымен сауат ашу сабағы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.